Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мөңке бидің шешендік сөздері. Оқу мақсаты көркем шығарманың идеясын көркем жүйесін анықтау, көркем шығармадағы қорыту мен ашықтаудың түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру. Бүгінгі сабақта оқушылар көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтаймыз, Мөңке бидің шешендік сөздеріндегі құбылту мен ашықтау түрлерін анықтаймыз және автордың стиліне баға береміз. Балалар, сабақтың басындағы көңіл күйлеріңді білу үшін көңіл күй термометріне өздеріңнің қандай көңіл күйде отырғандарыңды келіп белгілесеңдер. Есімдеріңізді жазған магниттерді тиісті көңіл күйді білдіретін жерге ілеміз. Қазір графикалық органайзер тәсілі арқылы Мөңке би туралы не білеміз деген тапсырманы орындаймыз. Тақтада сұрақтар берілген, сол сұрақтардың бірін таңдап жауап беруге болады. Ал, Дарико? Мөңке би өз заманында ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен сұңғыла би. Кім деген сұраққа жауап берді? Келесі? Оның қайда? Сарай қаласында пәтер әрі қолбасшысы болған. Карима? Қашан? Мөңке би шамамен 1675 жыл дүниеге келген. Жақсы. Униса? Тілеу ұлы Мөңке би белгілі би. Әбілқайыр ханның кеңесшілерінің бірі Болған деп түйін жасап отыр екен. Бар ма тағы да сұраққа жауап беретініміз? Мөңке би туралы біз мәліметтерді әлі де келесі сабақтарда сөздері арқылы оқитын боламыз. Біз бүгін жаңа сабақта сол Мөңке бидің шешендік сөздері туралы танитын боламыз және талдайтын боламыз. Ендеше қалыптастырушы бағалауға қараймыз, бір-бірімізді бағалап жіберсек. Өзара бағалау, бір ұпай егер де бір-екі сұраққа жауап берген болса, және тағы бір ұпай алады егер ол түйін жасаған болса. Кімде қандай бағалар болды? Сәлімжан, сендерде? Мен онысы Дарико бір ұпай алды. Өйткені ол бір сұраққа жауап берген. Сендерде Каримада бір ұпай бар және Азиянада бір ұпай бар екен. Енді шешендік сөздері, Мөңке бидің шешендік сөздері тақтада да және қазір біз аудио нұсқасын тыңдайтын боламыз. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, Мөңке бидің шешендік сөздері деген тақырып бойынша тыңдаймыз, көзбен көреміз және шешендік сөздерінің мағынасын түсінеміз. Ағарай талдауға дайындалу үшін мұқият тыңдайды екенбіз. Кері заман кезінде көлдің суы бітіп табаны қалар, аттың жүйрігі кетіп шабаны қалар, жақсының атағы кетіп азабы қалар, әулиенің аруағы кетіп мазары қалар, адамның жақсысы кетіп жаманы қалар, сөздің маңызы кетіп самалы қалар, сөйтіп ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Енді балалар, осы тыңдағанымыз бойынша келесі тапсырманы орындайды екенбіз. Үзінділердегі кейіпкерлерді анықта дейді. Бірінші үзінді, жақсының атағы кетіп азабы қалар деген үзіндіде қандай кейіпкердің бейнесі дәптерге жазып отырайық. Жақсының атағы кетіп азабы қалар, қандай кейіпкердің бейнесі бар және менің ойым деген өз ойымызды толықтырамыз. Әулиенің аруағы кетіп мазары қалар екінші үзіндіде қандай кейіпкердің бейнесін көріп отырмыз және менің ойымша деп өздерің түйін жасайсың. Ақылы жоқ санасыздың заманы болар дегенде қандай кейіпкер бейнесі көрінеді және менің ойымша деп өз түйінімізді жасаймыз. Тапсырманы орындауға 2 минут уақыт. Оқушылар ендеше жауап беріп болса, дұрыс нұсқасымен өз жауабымызды тексереміз. Бұл топтық жұмыс болатын, қалыптастырушы бағалау, өзін-өзі бағалау. Өз дәптерлерімізге дұрыс жауап нұсқасымен салыстырып, өзіміздің жауабымызға ұпай қоямыз. Егер де кейіпкерді дұрыс тапқан болсақ, бір ұпай және ойымыз
мәселен жақсылардың еңбегі еш кетеді, қанша жақсылық шақырса да, жақсылықты жасап соның артынан ер деп шақырса да, еретіндер жоқ деген кейіпкердің бейнесі менің ойымша деген жерге шамамен қазіргі заманда да балалар үлкеннің тілін алмайды, тарихты оқығысы келмейді деп жауап беруге болады. Келесі әулие туралы. Әулие кісілер болған біздің заманымызда, бірақ кеңес үкіметі кезінде олар қашып азайып саны қазіргі күні әулие деп жүргендеріміздің көбі ондай атаққа ие емес деген кісілердің пікірін естиміз. Менің ойымша әулие дінді жою арқылы сол кездегі үкімет елді өзінің дәстүрінен айырғысы келген екен, өңкей осыны өкінішпен айтып отыр екен. Үшінші үзіндіні тексеріңдер, ол жерде ақылы жоқ, санасыз деген өзі үйренгісі келмейді, өзінің ақылы жоқ, білімге ешқандай құштар емес адамдарды айтуға болады. Қазіргі кезде де көп пікір естиміз, ақыл емес, нені бағалайды дейді, көп адам ақшаны бағалайды дейді. Қазіргі заман туралы да тура айтып отырған сияқты деген пікірлер болатын болса, өз жауабымызды өзіміз белгілеп қоямыз. Және бір екеуміз айтып кетсек, неше ұпай алдыңдар? Кейіпкерге және менің ойым дегенге жалпы ол жерде 6 ұпай алуға болады егер бәрі дұрыс болса. Әділ қанша ұпай болды сенде? 5 ұпай болды. Аяқұлы қанша ұпай болды? 4 ұпай болды. Азияна қанша болды? Карима қанша болды? 5. Шакима? 6. Ибрахим? 5. Сендерде Құдірет? 5. Дарико? Сәлімжан? Димаш 4 ұпай және Муниза 4 ұпай. Жақсы орындаған екенбіз. Ендеше келесі тапсырмаға көшуге болады екен. Келесі екінші тапсырмамыз Мөңке биді балалар шешендік сөздеріндегі құбылту мен айшықтауды табу үшін біз керемет қызықты ойын ойнаймыз қазір. Ол мына фортуна айналып келеді. Сол айналып келген кезде таңдаймыз, кез келген оқушы кез келгенді таңдайды, мына сол кезде қайсы сөз тура келеді, сол сөздің ішіндегі айшықтау мен құбылтудың түрін табады екенбіз. Ал кім бастайды екен, кім батыр екен? Бірінші таңдау кімде? Кімден бастап көрейік? Ибрахим, сенен бастап көрейік. Қайсысын? Ибрахим кетті. Бізге 6 сөз берілген, бірінші сөзге назар аударады екенбіз. Слайдта бірінші сөзіміз біздің аттың жүйрігі кетіп, шабаны қалар. Мұның ішінде қандай көркемдегіш құрал бар? Сенің ойыңша, Ибрахим? Аттың шабаны кетіп? Метафора дейді. Кім қалайша ойлайды? Антоним сөздер екен. Бұл жердегі аттың жүйрігі мен шабаны деген сөз. Антоним сөздерді Аятоллаға бір ұпай қосып қойсақ болады. Келесі оқушы кім таңдайды? Шакима таңдасын. Кетті. Екінші сөзге халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ол гипербола, шамадан тыс, бір тиын пайдасы жоқ деп шамадан тыс көрсетіп екен. Келесі оқушы Карима таңдасын, қандай сөзге келеді екенбіз? Төртінші сөз бізде табалдырықтан биік тау болмас дейді. Сеніңше? Менің ойымша гипербола. Тамаша жауап. Келесі Әділ таңдап көреді. Қандай сөзге келеді екенбіз? Екінші сөз таңдалды. Үшінші сөз таңдап көрейік. Үшінші сөзге кезек береміз. Ішінде шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлым болады дейді. Метафора, тамаша. Ежірей деп кәдімгідей алмастырып айтып тұр. Тамаша. Енді кім мына жақтан сендерден бір оқушы?
Димаштан да тұр. Көзің жетеді ғой оқуға, иә? Біріншіні таңдадық, ендеше алтыны көрейік. Заман ақыр болады, жер Заман ақыр болады, жер ақыр болады, халқын ақыр болады. иә, ақыр болады. Ал қандай бұл жерде көркемдегіш? Менің ойымша бұл метафора. Метафора дейді. Метафора бар, және мына жерде болады деген сөз қайталанып тұр, иә? Қайталау бар. Аха, енді біреу қалды, иә? Кім таңдайды? Дарика таңдайды. Енді бір сөз бізде ол бесінші сөз таңдайық, иә? Бесінші сөз оқи ғой. Көл Теңізге теңеледі, сиыр өгізге теңеледі. иә. Сеніңше бұл жерде қайсысы деп ойлайсың? Теңеледі деп айтып тұр өзі. Теңеу деп айтып көрейік, иә? Метафора деп айтуға да болады, бірақ бұл жерде теңеледі деп автор өзі теңеп тұр екен. Жақсы балалар, осы ұпайларымызды қойып қоямыз. Бұл енді қиын тақырып, әрбір жауап берген оқушыға 2 ұпайдан қойылады екен. Енді осы сабақ бойынша бүгінгі сабақтың үстіндегі екі жұп бір-бірін қаншалықты орындап отырды тапсырмаларды, қаншалықты қатысып отырды, соны көріп отырып жұптық бағалау болады. Сендердің алдарында осы бағалаудың үлгісі жады. Соны біреуіміз қызылмен, біреуіміз көкпен сызып қоямыз. Осы тапсырмада мынау гипербола қаншалықты оңай болды, гиперболаны табу, теңеу орташа болды ма, метафора қиын болды ма, эпитет оңай болды ма, жалпы көлденең мен тігінен сәйкестендірген кезде екі оқушының өзінің графигі шығу. Ал кеттік, уақыт берді, осыны бағалап маған жинап берсеңдер. Ендеше біз сабақтың қорытындылау кезегіне келдік. Қазір тақтада Padlet тақтасы арқылы рефлексия жасау тапсырмасы тұр. Сендерге сілтеме жіберіледі. Сол сілтемеден Padlet тақтасына ББ кестесін толтырып жібереді екенбіз. Біз кімнің қандай кері байланыс бергенін тақтадан оқимыз. Ал кеттік. Себебі Мөңкебей туралы қызықты мәліметтер оқыдық. Және Мөңкебейдің қандай батыр, жырау, сәуегей болғанын біліп, өте қатты қуанып тұрмын. Тамаша. Элиса, сенің көңіл-күйің қалай өзгерді? Менің басында қызығушылықпен басталды, соңында қуанышпен аяқталды. Себебі мен бұл Мөңкебей туралы көп мәліметтер, ақпараттар алдым. Соған да қуаныштымын. Жақсы, басқаларымызда өзгерді. Егер өзгеріп отырған болса, өзіміздің көңіл-күйімізді белгілеп қояйық. Интенсивті көңіл-күйім өзгерді. Басында ол қызығушылық болды. Енді шабыттанумен аяқталды. Түрлі информацияны, ақпаратты жаңадан біліп, өз бойыма сіңіргенде шабыттануды сезінемін. Тамаша. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сабақ